Сәлем достар, қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз осындай көкси дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін ет, картошка, пияз, сәбіз қоссаңыздар да болады. Сосын помидор керек. Барлығын кубиктап турап аламыз. Және майымызды қыздырып, бірінші пиязды салып қуырып аламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алған соң, мен жазда осылай помидорлардың бәрін морозкаға салып тастаймын. Осылай қыста пайдалану үшін помидорымыз бен етімізді қосып қуырып аламыз. Үстіне картопты салып, барлығын араластырып қуырып аламыз. Және тұз, етіңіз тұз алған болса, 2 ас қасық жетеді, тұз алмаған болса 3-4 қоса берген дұрыс. Және томаттың үстіне 1 ас қасық су қосып жіберіңіздер. Сол кезде осылай әдемі болады. Менде лагманның приправасы және сіздерде үйде қандай приправалар бар, спецтер, соларды қоса берсеңіздер болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып, үстіне мен 2 сорпа кесе су қойдым. Енді мен үйдегі адамдардың несіне қарай істедім. Бізде үйде 5-6 адамға арналған тамақ. Және осылай қайнатып аламыз жарты сағаттан кейін тағы басқа ыдысқа суын қайнатып, осындай солонкілерімізді бөліп саламыз. Және тұз қосып, осылай салып болғаннан кейін араластырып тұрамыз. Араластырмасаңыздар астары жабысып қалады. Араластырып, қайнатып, піскенше өйстіп араластырамыз. Және піскесін, оны салқын суға міндетті түрде бір салып алыңыздар. Сол кезде аралары ажырап әдемі болып шығады. Ыстық судан бірден тамақ қылып не істеп жіберсеңіздер, кішкене қамырлары бір-біріне жабысып қалады. Сол үшін осылай салқын суға дайындап салып аламыз. Көксейіміз қайнап жатқан кезде огурцеміз, біз бұны салат ретінде үстіне қосып жейміз. Огурцеді және пиязды қарабұрыш, тұз және үстіне қарабұрыш пен тұз қосып, бұны бір бөлек қойып қоямыз. Сосын сіздер әртүрлі салат қосып жіберсеңіздер болады, аппетитті ашады. Келесі тағы бір несі, жұмыртқаны омлет қылып істесеңіздер болады. Менде үйде көк пияз болған, сонымен көк пиязбен араластырып істедім. Осылайынан жесеңіздер дәмі күшті болып шығады, аппетитті күшті тартады. Осылай омлет қылып араластырып, газға блини табаға қуырып алсаңыздар болады. Менің блини табағым болмай қалды. Сол үшін мен осы жұмыртқа қуыратын табаға қуырдым. Және осылай бөліктерге бөліп, майдалап, турап, тамақтың бетіне салуға дайындап қоямыз. Келесіде тамағымызды құйып, бетіне жаңағы спецтерімізді саламыз, салаттарымызды. Приятного аппетита, ас болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Кішкене еңбегімді бағалап кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін.